көбірек табыс тапқың келе ме? Ендеше бар да, еңбек ет. Ақшаны сен таппасаң, басқа біреу табады. Ақша табысты адамдарды жақсы көреді. Ал сен табыстысың ба? Мысалы мен табысты... Туй. Сүйкімді футболкамны бүлдіріп алдым. Сен оның қанша тұратынын білесің бе? Матасын әлемдегі ең әдемі қыздар қолмен терген мақтадан жасалған. Әлемдегі ең әдемі қыздар? Мақта тергенім есімде жоқ. Маған сенің бүгінгі көңіл күйің ұнап тұр. Қымбатым, мен өз бизнесіме барынша көп клиент тарту үшін сезімді қайталап жатырмын. Мен кеше сондай жақсы жігітті кездестірдім. Ол аттарға арналған косметика шығаратын компанияда жұмыс істейді екен. Тіпті мені өз командасына шақырды. Егер болғаны 100 000 теңге қоясың, болды. Сөйтіп оның қолы болып шыға келемін. Бір аптадан кейін өз командам және айына 1 миллион теңге табысым болады. Немене? Сен біздің жиған тергенімізді бейтаныс адамға бердің бе? Сабыр ет, қымбатым. Сен кедей адамдар сияқты ойлайсың. Ал біз бүгіннен бастап байлар сияқты ойлауымыз керек. Өйткені көп ұзамай бізде миллиондар болады. Аттарды бәрі жақсы көреді, ал әдемі аттарды тіптен жақсы көреді. Біздің косметикамызбен кез келген ат сұлулық байқаулары мен аспаздық жекпе-жектерге қатыса алады. Міне қара, мен кеше 100 000 теңге салдым, ал бүгін мен әрқайсысы 100 000-нан салатын 10 адамды табамын. Әр адам салған ақшаның 50%-ын аламын. Осылайша мен бір күнде... бір күнде... Абай атадан да менен де таяқ жейсің. 50%-ға емес, 100%-ға. Абай ата бірінші ақша салғысы келеді. Өз жидеңді өзің жу, ат бизнесмені. Табыс жақында келеді. Я, әрине, мен барлығын түсінем. Дегенмен қазір туған күнге, мерейтойларға қаншама ақша кетеді. Бір амалын табармыз. Үй иесі жағдайымызға кіріп, күйеуімнің қандай екеніне түсіністікпен қарар. Жарайды. Маған кету керек. Жаным, сен кімге звондадың? Сен не? Қарызға ақша сұрап жатсың ба? Енді маған не істе дейсің? Аптаның аяғында пәтер ақысын төлеуіміз керек. Ал сен бар ақшаны құртып тастадың. Сен әлі түсінбедің бе? Біз бай боламыз, 1-2 күнде бай боламыз, Әсел. Мен өз командамды жинап жатырмын. Сен одан да үлкенірек үй ізде. Бассейн болса, күшті болады. Сережа, бұл сен әлі түсінбеген. Сен алданып қалдың, енді ақшаңды ала алмайсың. Тіпті осыған қатысқаның үшін жауапқа тартылуы мүмкін. Интернеттен өз компанияң туралы ештеңе оқымадың ба? Ең алдымен Финграмота KZ сайтына кіріп оқып көр. Ой, маған интернеттің керегі жоқ. Менің серіктесім Олег маған барлығы көрсетті. Графиктер, барлығы көрсетті. Біз бүгін Олегпен асханада тамақтандық. Ал асханада миллиондарды талқылағандарың сені таң қалдырмады ма? Жоғы. Онда тұрған не бар? Барлық кәсіпкерлер түскі ас үстінде өз істерін талқылайды. Міне, қара, олардың парақшасында 10 000 жазылушы, ал лайк тек қана 2. Финграмота KZ сайтында бұл туралы айтылған. Егер бұған сенсең, мен енді білмеймін. Жаным, сен не айтып тұрсың? Бәрі жақсы болады бәрі. Өте күлкілі. Біз үйсіз қалуымыз мүмкін. Дұрыс айтасың.
Өткені бізде үлкен үй болады. Алло. Я мен саған оған дейін звондағам. Немене? 2 миллионға несие алып компания шотына салған ба? О, сұмдық. Ол қаншама пайда көрер еді компаниядан, а? Алған болар еді. Мен қандай аңқаумын. Расымен асханадан серіктес іздейтін қандай бизнесмен. Мен немене, мен атқа арналған косметика, а? Мен бұған қалай алданып қалғанмын. Әселге не бетімді айтам. Алло, мен 1 минуттан кейін болам, аға. Мен ауысымдарды таңертеңгелік түстен кейінгісінде, кешке және түнде болсын тапсырыстарды аламын ба? Аха, маған шұғыл ақша керек. Жарайды, қазір. Алло, Сережа, қайда жүрсің? Түн жарымы болды ғой. Тек компанияға серіктес іздеп жүрмін деп айтпашы. Сел, мен таңға дейін жұмыста боламын. Қазір тапсырыстарды таратып жүрмін. Пәтер ақысын төлеуге ақша табу керек қой. Айтпақшы, мен интернеттен осы қазыналы жер туралы оқыдым. Және кен сарайдай үйде іздемейтін сияқтымыз. Бізде тіпті мысық та жоқ. Қымбаттым, үйге тезірек кел. Мен сенсіз жалғызсырап отырмын. Бүгін таңертең саған қатты қысым жасағаным үшін кешір. Бізді үйден қуып шыға ма деп қорықтым. Бірақ бүгін мен иесіне звондадым. Ол төлемді күте тұруға дайын. Жарайды жаным, мен онда соңғы тапсырысты жасап, саған қарай ұшамын. Махаббаттым менің. Күтем, сен жақсы көрем. Мүмкін бәрі өз орнына келіп, ақшаңды қайтарып аларсың. Енді мен бұған және аттарға арналған косметиканың танымалдығына сенбеймін. Жақсы, мен кеттім. Тапсырыс күтіп тұр. Мені күт. Қарғыз сатсын, осының бәріне қалай сеніп қалдым, а? Ол тіпті менің 10 қолым боласың деп, одан сайын қол паштап қойды емес пе? Мен Мавроди және оның МММ туралы деректі фильм көрдім емес пе? Қалай сендім, а? Сен көрдің ба оны? Жоқ, мен ол туралы айтып тұрған жоқпын. Қараш, менің жан бүгін кешкесі қандай тамақ жасады. Өте дәмді. Сенің ойында тек тамақ па, а? Досының проблемалары қызықтырмай ма сонда? Мына жақта жағдайым ушығып жатыр. Соңғы 100 000 теңгемді алаяққа бере салдым. Рас па? Сен де қатырады екенсің. Шатырың кетейін деген ба? Сенің де басың көлігің сияқты бір істеп, бір істемей. Дым күлкілі емес. Енді не істеймін? Ақшаны қалай қайтаруға болады? Мүмкін полицияға арыз жазайын ба? Біздің бұл жерде ақылдарға әрекет жасауымыз керек. Сенде олардың номері бар ғой. Сен оларға қоңырау шал. Сен айт, сенде 10 клиент бар екен. Және де әрқайсысы 200 000 теңгеден береді деп айт. Және бұлармен саябақта кездесу жаса. Мен сол кезде жігіттерді жинап, тұтқиылдан оларға бас саламыз. Және де соңғы тиынына дейін тартып аламыз. Қуасың ба? А? Мен бандит емеспін. Мен кәсіпкермін. Түсіндің ба? Серега, мен саған берген 100 000 теңгені пәтер ақыға. Сен оның бәрін ұстап тастағаныңды мен білем. Қобалжыма. Одан да жүр. Ой, сен мен түсінбедің. Нарда да жүр деп отырмын саған. Серега, мен бәрін білем. Маған Әсел бәрін айтқан. Бірақ мен саған ренжігем жоқ. Екеуіңе де жақсы болғанын қаладым. Алайда тез жылдам ақша табамын деп алданып қалдым. Алаяқтар бақытты, бай өмір сүресің, керемет боласың деп алдап сулайды олар сендерді. Біздің әлемде қашанда алаяқтар болған. Бола береді да. Осыны есіңе сақта. Ата, сізге көп рахмет. Бірақ мұның бәрін қайдан білесіз?
Ата, сіз не МММге ақша салдыңыз ба? Ой, қайдағы МММ? Мен мына шайды айтам. Қандай дәмді шай, ішіп көр. Ура, жеңдім! Ой, бәрекелді. Бұл сенің бақытты отбасына апаратын алғашқы жеңісің болсын. Міндетті түрде болады, ата. Рахмет сізге. Бақытты бол. Айтқаныңыз келсін. Сізден кіру үшін жарна төлеуді сұрады ма? Иә. Көп ақша табасыз деп уәде етті ме? Иә. Басқа азаматтарды тартқаныңыз үшін сыйақы уәде ете ме? Сыйақы болғанда қандай? Интернеттегі соның ішінде әлеуметтік желілердегі жарнамалық науқанымен қызықтыра ма? Иә. Сізге жағымсыз жаңалығыңыз бар. Олар сізді қаржы пирамидасына тартпақшы. Қазір одан қалай құтылу керектігін айтамын. Женис аға, ассалаумағалейкум. Маған қаржылық пирамидалар туралы айтып бересіз ба? Қаржылық немесе инвестициялық пирамида жаңа салымшылардың қаражатын үнемі тартып отыру арқылы компания қатысушыларына табыс берудің заңсыз тәсілі. Алғашқы қаржы пирамидасы ақш-та пайда болды. 1919 жылы Чарльз Понзи вексельдерге айырбас ретінде ақша тартатын компанияны құрды. Бір жылдан кейін 1920 жылы шілде айында Понзи өз вексельдерін күніне 250 мың ақш долларына сататын болды. Елдер дүрліге бастады. Тіпті баспасөзде қызығушылық танытты. Бір айдан соң компания жабылып, ішкі құжаттарын қарап шыққан федералды агенттер ақшаны ешқайда да салмаған, тек облигациялардың жаңа шығарылымдыларын сатудан түскен табысқа пайыз төлегенін анықтады. Яғни шын мәнінде ол пирамида болып шықты. Қаржы пирамиданың көптеген түрлері бар. Бірінші, классикалық понци схемасы. Бұл қаржы пирамидаларының көпшілігі пайдаланатын ақшаны тарту схемасы. Схемаға қатысушылардың ақша салымдарын бұрынғы тартылған қатысушылардың төлеміне жұмсалады. Екінші, желілік маркетинг атын жамылған пирамида. Бұл алаяқтардың өз әрекетін жасыру үшін жиі қолданатын схемалардың бірі. Алайда желілік маркетингте олар нақты тауарлар сатса, пирамидада ауа сатады. Үшінші, криптовалюта пирамидасы. Пирамида ұйымдастырушы криптобиржаның атын жамылып, портфель басқарушысына ақша әкелетін және қатысушылардың тартатын инвесторлар тартады. Инвесторларға ақша, яғни шын мәнінде жоқ инвестициялық құралға инвестициялаудан түсетін пайда жаңа инвесторлар есебінен төленеді. Онлайн ойындар атын жамылған пирамида. Алаяқтар интернетте азаматтарды көп табыс табасыз деп қызықтыруы мүмкін. Мысалы, әлеуметтік желілердегі онлайн топтардағы ойындарға қатыссаңыз, көп ақша аласыз дегендей. Және тағы басқа адамдарды алдаудың және бопсалаудың түрлі әдістер бар. Олар туралы толығырақ fingramata.kz сайтындағы алаяқтардан сақ болыңыз бөлімнен біле аласыз. Ең бастысы, есіңізде болсын, қаржы пирамидалары қаржы ұйымдарына жатпайды. Және қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің депозиттерді қабылдауға, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашуға және жүргізуге, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру лицензиясы жоқ. Тиісінше қаржы реттеушісінің бақылауында емес. Қазақстанда пирамиданы құрған үшін ғана емес, оны жарнамаламаған үшін де қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. О, міне жаным, мына топ. Біз сияқты проблемасы бар 50 адам бар. Осы кәсіпкерлерге ұжымдық мәлімдеме жарияланды. Мүмкін біз де жазыламыз, ақшаны қайтаратын шығар. Иә, сөйтейік. Таңертең полиция бөлімшесіне барып арыз жазайық. Барлығы айтып еді ғой. Инстаграмда fingramata.kz-дің тікелей эфирлерін көр деп. Уақытында тыңдағанда бұл қаржы пирамидасына кірмес едім.
жаным, жанымда болған үшін саған көп рахмет. Жаным, мен сені жақсы көрем. Қашанда жаныңнан табылатынымды ұмытпа. Тек сұрайтыным барлық қаржылық салымдарымызды бірге талқылайықшы. Ешбір макияж жасайтын аттар дау-дамайға айналмас үшін. Айтпақшы, аттар да алманы жақсы көреді. Жүздері бақыттан бал бұл жанған Әсел мен Сережа бұл жақсы жаңалықты атап өту үшін пиццерияға аяндайды. Бұл оқиға Сережаны мұндай ұсыныстарға сенбеуге және әртүрлі алаяқтардың құрығына түспеу үшін қаржылық сауаттылығын толықтырып отыруға үйретті.